Авторлық әңгімем өлімге итермелеген күйеу. Әжемнің айтып берген әңгімесі. Өкініштісі, ол қазір тірі емес. Бірақ әжем ұзақ ғұмыр кешіп, қартайған шағында өз төсегінде қайтыс болды. Бірақ бәрі басқаша болуы да мүмкін еді. Әжем мен атам соғыстан кейін бірден танысып, отау құрып, өте әдемі, бақытты жұп болған. Олар атамның туған ауылында тұрған. Бұл тіпті ауыл емес, 1000-ға жуық тұрғыны бар қалашық деуге болады. Дегенмен бәрі бір-бірін білетін, танитын болған. Мен барлық демалысымды сонда өткізетін едім. Ауыл тұрғындарының барлығы дерлік мен үшін бір отбасындай болатын. Сондықтан әрине мен ауылдың көптеген істерінен, жаңалықтарынан хабардар едім. Бала күнімнің өзінде ауылдағы әрбір екінші өлімнің бірі өз-өзіне қол жұмсаудан орын алатыны мені қатты таңғалдыратын. Ол кезде өлімнің не екенін түсінбейтінмін. Қалай өз еркімен өлуге болады? Бұл менің түсінігімнен тыс нәрсе болатын. Өсе келе мен тағы бір қызық нәрсені түсіндім. Ауылда болған әрбір суицид дарға асылғаннан болған екен. Ал ауылда бұған ешкім таңғалмайтын. Әрине, кез келген ауылдағыдай өсек-аяң болды. Пәленше ішкен, түгенше алдаған, ананың сиыры өлген, балаларын тамақтандыратын ештеңесі жоқ деген сынды өсектерді естіп жүретінмін. Ауылдың тыныс тіршілігімен танысқан болсақ, ал енді әңгіменің өзі былай болған. Атам ерте 55 жасында дүниеден өтті. Соғыс кезінде ол аяғынан айырылған, сондықтан сүйек рагы басталған екен. Атамның өлімінен кейін әжем қатты қиналған. Ол біраз уақыт бойы ұйықтай алмай жүрген. Сосын бір күні кешке жерлеуден кейін тура 40 күн өткеннен соң атам әжеме келген. Екі аяғы да сау, жас, күшті және өте көңілді күйде. Ол құлыптаулы тұрған қақпадан кіріп, дивандағы әжемнің қасына отырады. Жағдайыңды айт, қалың қалай, не жаңалықтар деп сұрайды. Ал әжем оған түні бойы ауылдың қарапайым жаңалықтарын айтып отырады. Ал атам өзінің ойын қажет кезде оған ақыл кеңестерін айтып береді. Мұндай келіп кетулер әр түнде жалғасады екен. Әжем гүлдеп, жайнап, жүзіне күлкі үйіріліп, жылауын қояды. Бір күндері әжем түнде сыртқы есікті құлыптауды қояды. Бірақ әжем сол кезде бұл оқиғалар туралы ешқашан ешкімге ештеңе де айтпаған екен. Арадан біршама уақыт өткен соң қасірет түні де келеді. Атам келмейді. Осы уақытқа дейін әжем бұл жағдайға тәуелді болып қалғандықтан оны қарсы алу үшін сыртқа шығады. Есігіміздің алдында кішкентай қора бар. Сол кезде әже сол қорадан шығып жатқан әнді естиді. Өте жағымды дауыстар, нағыз хор әні естіледі. Ал сөздерін анықтау қиын сияқты, бірақ мағынасы түсінікті. Бізге келіңіз, сіздің сүйікті адамыңыз осында, ол өзін жақсы сезінеді. Сіз де мұнда өзіңізді өте жақсы сезінесіз деп әуендетуде. Әжем жаймен қораға барып, есікті сәл ашып, ішке қарай көз тастайды. Ол қора 30 жыл бойы қажетсіз заттарға толып тұрған, бірақ бұл жолы қораның іші бос екенін көреді. Ал қораның дәл ортасында ілулі арқан бар. Оның артында атам тұр. Жай емес, жымиып, күлімсіреп тұр. Сонымен қатар хор әні жүріп жатыр. Хор барған сайын қатты ән айтып, жүр, жүр, сен бақытты боласың, ол сені күтіп отыр деп әуендетуде. Әжемнің періштесі қаққан шығар. Өйткені ол басын ілгекке салып қойғанда көзінен әлде бір перде түсіп кеткендей болады. Және ол кәдімгі заттарға толы шашылып жатқан қораның ортасында тұрғанын көреді. Бірақ ілмек әлі мойнында. Әжем аяғының астындағы үстелден түсіп, тіке көршілеріне жүгіреді. Әжем оларға ештеңе айтпайды, бірақ көршілер оның түнгі 3-те келгеніне таңғалмайды және біз келгенше олармен бірге қалуға рұқсат береді. Бір аптадан кейін әжемді алып кеттік. Үй сатылды.
Жаңа тұрғындар бұл тұрғыдағы ешқандай қиындықтарға тап болған емес. Ал әжем қайтыс болғанға дейін ақыл-ойы сау, есте сақтау қабілеті жақсы болды. Ол шынымен де бұл туралы айтқысы келмейтін, ал ауылда әлі де әрбір екінші өлім суицид. Және бұл әлі де ешкімді таңғалдырмайды. Ал мен үйдің сатылғанына қуаныштымын. Бұрынғы көршілеріміз қарым-қатынасымызды сақтап қалғысы кеп қайта қоңырау шалып, қонаққа шақырса да, ол жаққа барғымыз келмейді. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бастарыңыздан өткен қорқынышты оқиғалар болса, қалдырыңыздар. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.